Өзіме дәрігерлік өнерін үйреткен кісіні ата-анаммен бірдей көрем. Оған барымды бөліп берем. Әрі қажет жағдайда оның жоғын табуға көмектесем. Оның ұрпақтарын бауырларым деп есептеймін. Егер олар осы өнерде үйренгілері келсе, оларға тегін әрі ешқандай шарт жасаспай-ақ сабақ берем. Оқу үстінде айтар ақылымды, ауызша сабақтар мен ілімдегі қалған жағдайлардың бәрін өз балаларыма, ұстазымның балалары мен медицина заңы бойынша серттескен, ант беріскен шәкірттеріме хабарлаймын. Антты бұлжытпай орындағаным үшін өмірде де, өнерде де бақытты болып, ел арасында мәңгілік даңққа бөленгеймін. Жалған ант беріп, қылмыс жасағандарды ант атсын, ант атсын, ант атсын. Отағасы, таңғы астайын жүріңіз. Жақсы. Ініміздің жағдай қалай? Жағдай онша мәз емес. Көп мөлшерде қан кеткен. Бірақ біз қолдан келген нәрсенің бәрін жасап жатырмыз. Жүрші былай. Барайық. Брат, баланы қинамай-ақ қой. Қалай қинамай-ақ қой? Енді укол салып дегендей, жан тынышталдыр. Сен не деп тұрсың? Бұл деген қылмыс қой. Адам өз бауырын өзі осылай жамандық ойлай екен. Жоқ, бауырым, болмайды. Біз оның жанын алып қаламыз. Мынау жерде 10 мың доллар. Кешке жігіттер келіп баланың сүйегін алып кетеді. Сол кезде тағы 10 мың доллар береді. Келістік па? Жігіттер сендер бара берсеңдер болады. Мен өзім қараймын. Врачтың өзі қарайын деді ғой. Ақшасын жақсы берілген сияқты ғой. Жаның жаннатта болсын, бауыр. Бәрі бітті. Жаратқан кешіре көр. Бауыр, сен де кешір мені. Көңіл күйің жоқ қой. Жұмысты ойлап отыр. Кішкене шаршаңқырап жүр. Елдің қамын ойлай бермей, кішкене өзіңе де уақыт бөлсейші. Мен жұмысқа кеттім.
Иә, Жанар. Азат Каримович, сізге бір кісі келіп тұр. Кірсін. Ассалаумалейкум аға. Уалейкум. Не шаруамен жүрсіз, айта беріңіз. Аға, 4 балам бар. Әйелім үйде отыр балалармен. Соларды асырап жүрген жалғыз машинам бар еді. Мен сізді түсінбедім. Жаңа таксовать етуге шыққам. Мен келе жатқан көше главный болғандықтан қатты жүріп келе жаттым. Қайдан шыққанын білмеймін, бір қуыстан жасыл Тойота атып шықты. Ішінде жап-жас бала. Тормоз басқанымен болмады сол. В общем, авария жасадыңдар. Иә. Кінәлі жас бала. Иә, сол ғой. Бірақ ай шақырмадым. Жедел жәрдем шақырған, бірақ олар келгенше мына бала кетіп қала ма деп, жақын маңда сіздердің ауруханаларыңыз болған соң осыны алып келдім. Келгенімізге 1 сағат болды, бірақ врачтар ақша бермесеңдер операция жасамаймыз деп отыр. Ну что? Бұл мемлекеттік емхана емес. Бұл частный. Біз осы операциядан түскен ақшаға күн көріп отырмыз, бауыр. Түсінем аға, бірақ менде дәл қазір 2000 доллар ақшам жоқ. Жаңа айттым ғой сізге, бала шағамды таксимен асырап отырмын деп. Жоқ, неге сен төлеуің керек? Баланың ата-анасы. Солар төлесін. Жанар, маған жаңадан түскен пациентті қарап жатқан дәрігерді шақыршы. Сонда маған не істе демексіз? Не істе дегенде аға? Сіздер операцияны бастай берсеңіздер. Мен баланың ата-анасын тауып түсіндіріп айтып, өздері ақшаларын әкеп береді. Аға, түсінің шынымен де қиын жағдайға тап болып отырмын. Өзіңіз мен норма қойып көріңізші. Менің басыма түскен сізге де түссе. Неғып түседі? Никогда түспейді. Сен одан дана баланың туыстарыңыз де. Қалай табасың? Бағана медбикелер баланың құжатын берген. Азат Каримович, шақыртыпсыз? Иә, кел отыр. Арайман асыңа жағдай былай болып отыр. Сіз қабылдаған бала автокөлік авариясына ұшыраған екен. Мына қыздың айтуына қарағанда бала өзі кінәлі сияқты. Операцияға төлейтін ақшам жоқ деп отыр. Не істейміз? Жасайсыздар ма, жасамайсыздар ма? Ана жақта бала өлейін деп жатыр, ал мұнда сіздер ақша туралы әңгіме айтып отырсыздар. Кешіріңіз, айғайламаңыз, сабыр сақтаңыз. Бұл айғайлайтын сіздің үйіңіз емес. Бұл жер емхана. Қайдағы емхана? Бұл нағыз адам өлтіретін жер. Қойыңыз, күл тигізбеңіз. Анда анау бала өлейін деп жатыр. Ал сіздер мына жақта өздеріңіз ақ халатты абзал жанбыз деп әңгіме айтып отырсыңдар. Садақа кетіңдер. Еще Гиппократқа ант бердіңдер. Отырыңыз. Отырыңыз. Райман асына, пациенттің жағдайы қалай? Жағдайы мәз емес, ауыр халде. Операцияға өзіңіз қатыспасаңыз болмайды. Көп қан жоғалтты. Айналайындар ау. Жасайсыңдар ма жоқ па? Операцияны жасай беріңдерші, мен сендерге өзім ақшаны тауып әкеп берем. 2 есе қып берем, уәде берем. Жарайды. Біз бұлай істейік. Сіз құжаттарыңызды осына тастап кетіңіз. Біз осында күтіп отырамыз. Ақшаны толық төлегеннен кейін операция басталады. Алло. Иә. Арайман ас қызы ма? Осында. Не болып қалды? Жағдай ауырлап бара жатыр? Жақсы, түсінікті. Азат Каримович, бағана бала ма? Иә. Жағдайы ауырлап бара жатқан көрінеді. Дәрігер, сіз маған баланың құжатын беріңіз, мен әке-шешесін тауып алайын. Расымен ақ, мен ант ұрғаныма. Антты бұлжытпай орындағаным үшін өмірде де, өлерде де бақытты болып, ел арасында мәңгілікті антқа бөленген. Жалған ант беріп, қылмыс жасағандарды ант атсын. Аға, түсінің шынымен де қиын жағдайға тап болып отырмын. Өзіңіз мен норма қойып көріңізші. Менің басыма түскен сізге де түссе. Неғып түседі? Никогда түспейді. Я Аллам, баламды аман алып қалшы. Балам жазықсыз ғой. Бәріне кінәлі мен. Балам үшін керек десең,
ақ халатпен мәңгілікке қоштасуға да дайынмын. Я Алла, кешіре гөр.